сол жерін ұмытпайтын қарашы, ана гитара емес нағыз ше. Былай ғой, сен маған мысалы көзіме ұнайсың да мен. По факту шынымен де көзіме ұнайсың, әдемісің, тартымдысың, әдемісің. Қайырлы кеш оқырман. Айгүл болса Шерханмен таныстықты тоқтатқан екен. Ендігі жаңа үміткер күтеді екен. Ал Асылжанмен не болды? Қайта қосылмай ма екен екеуі? Бүгін болса TikTok эфирде Мұсамен біршама әңгіме айтқан болатын. Соның үзінділерін көрсеңіздер болады. Мұса қаншама ақыл кеңесін айтқан болатын. Мінезіңді білмеймін бірақ. Үйде қандайсың білмеймін бірақ. Мінезім жаман мойындаймын сені. Сосын Екеуміз мысалы үйлендік дейік. Менің мінезімде ол шоколад емес, менің мінезімде. Сөйтіп басында танысып жүргенде осында ойында ары бері там бүйтіп сөйлеп жүреміз. О, Айгүл, о, құйрығың әдемі екен, ой, көзің әдемі екен деген сияқты әңгімелерін жіберіп ше, мысалы да енді. Иә. Соны жібересің енді. Сосын үйленесің, бір ай, екі ай сөйтіп жүресің ғой жаңағыдай. Ей, қошақан деп құйрығынан бұрып қойып жаңағыдай бүйтіп еркелетіп. Ал одан кейін басталады жалпы, ай деп жай. Ей, сен әлі ұйықтап жатсың ба? Ей, сен бар тісің жуып келсең бар деген сияқты әңгіме мысалы да енді. сосын сонымен тоғыт етіп Содан кейін барып сен что-то қорлайтын болып келе жатсың деп бір тиісе бастаймын ғой мен жаңағы. Или сен маған тиісе бастайсың да. Ұнамай барады. Мысалы деймін да. Содан кейін уже адам көңіл суып жатыр дейді да сенен. Бүкіл нәрсе тұрақты емес қой, сезім де, уважение де, мысалы ашуланған кезде бәрі нәрсе қашып кетеді ғой жан-жағы. Дұрыс па? Сөйттің, көңіл суып қалды, сенікі де суып қалды. Сосын жайлап артқа шегініп басқа жігіт көремін ба дейсің ба? жоқ, при чем тут это? Боласың да, домбырамен ойнайын десем домбырадан обал болып тұр ше. Оның не қатысы бар? В смысле, оның не қатысы бар? Мен как будто сен андай ойлап тұрсың, мынау еріккенмен ажырасқан біреу ғой, арбандап жүріп ажырасқан деген сияқты ше. Қазір ондайлар көп қой, кішкене бір-біріне мінез сай келмей қалса ажырасып кете салатын. Сен соны айтып тұрған жоқсың мен. Жоқ, бізде тек қана бір ғана не болған жоқ. Бүйтіп адамдардың ажырасу үшін либо мінезім сай келмеді, либо мені ұрды, либо сондай деген сияқты. Енді мен тыңдашы, Айгүл, мына жерде сен ше, бүкіл адамдықтың бәрі туфтада олардың проблемалары, а сендердің проблемаларың ойбай бізде көп болды, біз қатты қиналдық деген сияқты тұрсың да ше. Ондай нәрсе наоборот айтпайды, сыртқа шығармайды негізі. Мен ана үйленіп коуч сияқты айтып әңгіме айтып жатырмын ғой. Жоқ, не үшін шығармайсың сен? Оны сен сияқты, мен сияқты тағдырлас адамдар қаншама да, мен немде менің қалай айтсам болады, мен басыма өткен нәрсе, ол бәрінің басына өтетін нәрсе былай қарап тұрса. Оны айтқанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын, ол как будто бізде ғана болып жатқан жоқ қой ол. Енді тыңдашы, қарашы, заманның бұзылған, адамның бұзылған деп айтайыншы. Менің ойымша ше, күшті деп жатқан сияқты анау ой пікірімді. Мен айтайыншы, Диана ханым да. Бүкіл адам мысалы ішсе кухняны, ойбай, күйеуім кеше ішіп келді, ойбай кеше қолтық сасып келді деген сияқты мысалы бірдеңемен келеміз да, сонымен что-то ұнамай баратыр, оны что-то өз-өзіне ухаживать етпейді деген сияқты проблеманы бәрі сыртқа шығара берсең. Мен былай айтайын саған, біз екеуміз бірге тұрған кезімізде ондай ұрыс болмапты, потому что екеуміз біріміздің проблеманы сыртқа шығарамыз. Әдемі тұрсыңдар ғой, ойбай. Ондай болмаған, бізде ондай емес, понимаешь? Қандай? Бізде біраз нәрсе болған ғой, мен айта алмаймын да просто. Енді қара, айтатын нәрсе болады, айтпайтын нәрсе болады. Мен қандай деп сұраған сайын сен айтпа ол нәрсені. Жігіттің айыбын ашпа. Айтып отқан жоқсыз. Или ол жігіт сенің айыбыңды ашпау керек негізі. По факту. Просто біз келмедік. Ал егерде мен білмеймін да енді қара, кейбірде себептерін айтады ғой, мысалы саған дейін де отырды ғой эфирде. Мен баяғыда бір қыздан сұрағам, сол кезде айтты, мен ұратын тұғым. Себеп ұратын тұғым. Неше рет ұрды дедім? 3 рет ұрды дедім. 4-ші рет ұрды ма дедім? Жоқ, мен 4-шінде ажырасып кеттім деді. Сен 4-ші рет ұрған оған да шыдап көрмедің ба? Мүмкін қазір сен бүйтіп байыз деп отпайтын едің эфирде, либо сен бүйтіп қиналып жүрмейтін едің жалғыздан жалғыз. Деген кезде ол битті. Мен сол кезде негізі дұрыс істеген жоқпын деді. Эфирде отқан қыз сөйтіп мойындады да, мен негізі ерте шешім қабылдап, соны негізі көтеруге болатын еді, сол проблеманы шешуге болатын еді деп өкінді ше. Мен өкінбейді екенмін өзім істеген іс әрекетіме, сол кезде кеткеніме білмеймін, өзің шешім өзің. Негізі айтамын да, наоборот, мен былай ойлаймын, Құдай негізінде просто так адамды қоспайды и просто так айырмайды. Ол айырғаннан кейін де ол бір какой-то не ғой андай. Ол жерде мен айырылысқан моментте андай ойланып шешім қабылдап, мен кетемін деп кетіп қалған жоқпын да, короче. Ол шешімді бір қабылдаймын ба, значит мен до конца сол шешімге тұруым керек деп қабылдап кеткен адаммын да. Ойланып толғанып бәрімен сөйлесіп іште өзім осылай болса қалай болады, былай болса, мен эмоциямен қабылданған жоқ ол шешім. Менде ақылмен қабылданған шешім да. И оның кеткен моментінде де мен одан кейін мен сол есіктен аттамаймын, соған қайтып бармайын деп кеткен болдым. И мен содан кейін қайтып барған жоқпын. Енді сен оны мақтанға бүйтіп маған мен бір сөйлеймін деген сияқты. Тыңда. Сенде менде қазір бар ғой шариғат жағынан өте информация жоқ, қай жағынан болсақ та. Біз эфирде сәл бір-екі подписчигімізді неғып алып, мне это не нравится, я такой, я такая. Вот сондай адам көбейіп кетті қазір болғанда. Бәрі блогер, бәрі пипец былай қарасаң. Басымызда ми жоқ, бірақ мұрнымызды бүйтіп шүйіріп көтеріп аламыз. Шыны керек. Мүмкін емес. Шын қазір ше. Бәріміз пипец өзімізше идеальный періште сияқты. Ой, мне нравится. Мен қалаймын солай өмір сүремін деп ше. Вообще қате нәрсе ол. Любой нәрседе ол шариғатта да заң бар. Сондықтан шыдайтын нәрсеге шыдап беруіміз керек. Айтатын нәрсені айтуымыз керек, айтпайтын нәрсені айтпай тыныш жүруіміз керек. Мысалы дейік, осы қашан үйленесің, әлі жүрсің бе дейді. Мен мынандай қыздардан кейін негізі мен Айгүл былай көзіме ұнайды тұғын ше. Қатын болса қалай екен деп жүретін тұғын ше. Сөйтсем бірақ ми көп екен да бұл қыздың ше. Ясы артық болып кетеді екеуміздің миымыз қосылса мама. Либо маған чересчур умный адам керек, либо чересчур тупой адам керек десең. Средний болмай ма не сонда? Никак па?
өзің неге екенін білмейсің айта салдың әшейін былай пофиг айта салдың былай негізі өте жақсы қыз Айгүл дейді Айнар бүкіл адам жақсы бәріміздің бір минустарымыз болады да біреуміз нерешительныймыз мысалы мен өзімді айта аламын солай біреуміз ақымақтауымыз мысалы нәпсінің құлымыз деген сияқты плюстеріміз көп бірақ бір екі минусымыз сол артқа тартып тұрады да онымен күреспегеннен кейін кішкене біз сыналамыз сәл қиналамыз алла тағала әдейі красавчик болған түрі әдемі болған не қыламын мен бетіне сорғалап өпше маған вот сол ғой Айнар міне қара мен саған ертең екеуміз үйленсек деген әңгіме ғой мысалы көзіме ұнайсың да әдемісің да бірақ миымен мінезің екеуі саламалейкум болып тұрса көтеннен бір тебеді әлимырзадан қорқатын болдық қой бәрі көтені жарнамалай береді бүйтпейді оқысаңдаршы одан айтады деймін де кітап оқыңдар дамытыңдар жабыстырып тырыстырып киіп көтені реклама болып кетті ғой бәрі қарашы оның ішінде сен де барсың Айгүл қара былай қара мысалы сен оқығансың еще жабыстырып киесің сонда сен оқыған болсаң да жабыстырып киінуге болмайды ма сонда оқымайтын қыздар ғана жабыстырып киіну керек па оқитын қыздар сонда мынандай кең киініп алып бүйтіп көзіне әшекей алып жүрсе сол оқитын болып есептеле ма стоп давай саған сені неғылайық көпшілікке мен жауап бере алмаймын давай саған келейін мен сен мысалы шырылдап жатсың тиіп кеткен екен таяқтың ұшы сәл ше мені келе маған сұрағым болса онда неғып онда басың бүйтіп анаконда сияқты бүйтіп шықтың онда жабыстырып киюге болмай ма көп киемін ғой мен ашық та кие аламын ұзын да қысқасын да мен любой киемін жоқ кие аласың жалаңашта жүре аласың сен алдағы уақытта иншалла демей ақ қой сен оған келатсың соған қоршамайды өтірік алмай ақ қойшы түсіндің мынау мен мынандай бірінші көріп тұрмын жалаңаш жүре аласың деген емес тәрбиеден ақсап жатқан сияқтымын тәрбиеден ше баяғыда ұрып өлтіріп таяқ жейтін еді баяғыда бетімен кеткен қазір содан кейін бәрі білгенін істейді ұрып таяқ жеп өскеннен не пайда ол не пайда деген конечно пайда емес ұрған екен көгереді сол пайда емес ол негізі мен де сен ар жағын түсінбедің ғой тағы да иә жоқ түсіндім ғой сен типа ұрып мықты тәрбие беріп типа анау болмайды мынау болмайды деген сияқты бәрінен тыйып өсіретін еді қазір өйтіп өсірмейді деген сияқты айтып отырсың ғой примерно иә не үшін тыйып өсіру керек неден тыйып өсіру керек сен сияқты мысалы инстаграмға сен сияқты көтені салатын қыздарды көрсетпеу керек мысалы деп ойлаймын мен не көтені салып жүрмін түсінбейсің сен уже екі рет астарын түсінбей мен бер жағын айтсам деп меңзеп не салып жүрмін инстаграмға сонша обычный видеолар ғой сен өзің сол көтке қарайсың тек қана значит соны ғана көргің келеді өзің значит деп ойбай ана қызы атака самый не дейді защита это атака дей ма мысалы анандай алдап сылдап ұстау керек қой общем бұл жігітті тастағаннан кейін болашақ әйел бауырым ол түсінбейді ғана көнеді бұл ана прямой неге уже Айгүл сен түсінбейді екенсің сен ой қойшы мысалы түсінгенде еще как түсінемін жақсы онда неге жаңа астарын түсінбей қалдым менің сөзімнің астарына не жатпайды қайсы сөз десем әр сөзін есіме алып отырайын енді мен көп нәрсені білмеймін ғой сен біліп отырсың ғой енді мен не істеймін енді білмейсің ал жарайды мойындаймын ладно әркім өз түсінігімен өмір сүреді ғой иә десе ешкім Айгүл баса бер жалаңаш ұра бер деп қоясың жаңа прикол ғой енді прикол ұнамай қалды маған осы жерде астарын түсініп қалдың сен иә осы жерде астарын түсініп қалдың ал жаңағы әңгімелердің мысалы астарын түсінген жоқсың жоқ мен бір көп нәрсені түсіне беретін адам емеспін мынандай просто бүйтіп бәрін түсінесің бәрін түсінесің сен ойлап яғни танысып көрші дегендер қалай еді достар біз танысып көрсек екеуміз бірімізді бүйтіп басып қоятын сияқтымыз что то бір-біріңді емес сен еркектен асып қайқа барамын деп ойлайсың жоқ жалпы да мақсатың еркекті жеңу ма дұрыс емес ол жеңу емес причем мен сені жеңіп не қыламын жоқ мысал ретінде айтайыншы еркегің сәл ақылсыздау или сенен ақылсыздау болса да қанағат етіп сабыр етіп шыдасаң алла тағала жәннатпен сені не қылады білесің ба ал сен сен айтқаннан кейін білейін деп отырмын соны біліп отырмын енді сөйтіп айтып тұрсаңдаршы бізге енді қыз бала жоқ байыңның разылығын алсаң сендерге жеңілдік ше күйеуің разылығын алсаң бұл жәннаттың ашық та сендерге негізі болды сол ғана